Абайлаңыз, алаяқтың тұзағына түспеңіз. Қазіргі таңда Жылыой ауданымызда алаяқ әрекетінің салдарынан сотқа қарау үшін түсіп жатқан талап қоюлар мен арыздар күннен күнге көбеймесе азайып жатқан жоқ. Адамдар өзінің банктік есеп шоты арқылы белгілі бір сыйақы алу үшін алаяқтар ойластырған қылмыстың қатысушысы болып табылатынын білмей жатады. Яғни алаяқтар жәбірленушіні алдап, арбап, ақшаңа қауіп төніп тұр деп, осы банктен басқа банктегі шотқа аудару керексің деп, дропперлердің есеп шоттарына аудартып алады. Дроппер олар өзіміз сияқты қарапайым онлайн арқылы жұмыс жасағысы келген адамдар. Студенттер, тіпті жасөспірімдер. Алаяқтар ұрлаған ақшаны дроппердің есеп шотына өткізіп, алаяқтың айтуы бойынша дроппер криптовалюта биржаларына аударып жібереді. Криптовалюта биржаларына қаражатты алаяққа аударған дропперлерге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабы алаяқтық, 28 бабы қылмысқа көмектесу қарастырылған баптармен күдікке ілінуі мүмкін. Сондықтан онлайн арқылы жұмыс жасап, ақшаны аударғаныңыз үшін сыйақы аламын деп, алдағы уақытта сотқа жауапкер немесе сотталушы сияқты процессуалдық жағдайға түсуіңіз әбден мүмкін. Өз есеп шоттарыңызды интернет арқылы байланысқан белгісіз тұлғаларға бермеңіз. Жадыңызда болсын, сізге оңай тәсілмен ақша табуға ұсыныс түссе, бейтаныс адамға сене салу, банк шоттарыңызды бере салу өзіңізді үлкен қауіпке төндіруге алып келеді. Әрбір жасаған іс әрекетіңізге жауапкершілікпен қарауға шақырамын.